Банк жүздеген миллион ескі банкноттарды жояды. Оны Анна есімді тазалаушы әйел көріп қалады. Сол сәтте оған қолма-қол ақшаны миллиардтап табуға болады деген идея келеді. Ол супермаркетке барып, банк жәшігіндегі құлыппен бірдей құлып сатып алады. Жұмыс уақыт келгенде Анна жәшікті тазалап жатқандай кейіп танытады. Денесімен камераны жауып, жәшіктегі құлыптарды ауыстырып қояды. Камераны бақылап отырған күзетшілер ештеңені көрмеді. Анна дереу ақшалай жәшіктің номерін жазып алады. Содан кейін ол әдейі арбасын итеріп жай жүріп кетеді. Дәл сол сәтте оған банк жәшігін тасымалдауға жауапты Эдди атты адам келеді. Анна оған ауыстырылған құлыптың құпия кодын айтады: 3568 деп. Сол кезде жәшік ескі банкноттарға толы еді. Оларды жою жоспарланған болатын. Ештеңеден күдіктенбеген күзетшілер жәшікті құлыптап тастады. Әдеттегідей олар құлыптың ауыстырылғанын білмеді. Эдди еш алаңсыз жәшікті алып, оны басқа қабатқа апаруға дайындалды. Лифтті күтіп тұрған кезде ол алдын ала дайындалып қойған кілтті шығарып құлыпты ашады. Содан кейін ол ақшалай жәшіктегі ескі купюраларды артына қарай лақтыра береді жаймен. Жәшік камераны жауып тұрғандықтан күзетшілер Эддидің не жасап жатқанын байқамады. Ол көп ақшаны бірден алуға жүрексінеді. Сондықтан тез жәшікті жауып құлыптап қойды. Сөйтіп ақшалай жәшікті көтеріп ары қарай жүріп кетеді. Бұл жәшіктің құлпы жалған болатын. Сондықтан Эдди дәретханаға бара жатқанда кейіп танытады. Анна да дәл уақытылы үлгереді. Ол Лилияға түпнұсқадағы кілтті лақтырады. Бірақ дәл сол сәтте бағанағы кілт су ағатын құбырға құлап кетеді. Лилия айтады, Эддидің басқа кілті бар дейді. Сондықтан ол Эддиға дереу телефон соғып, кілтті тез беруін өтінеді. Сол уақытта Эдди кілтті сағыздың ішіне жасырып қойған болатын. Лифттің есігін ашып қалған сәтте банк қызметкерлері тұр екен. Бірақ Эдди тап кіреді. Ол қатты шаршаған кейіп танытады да сағызды лақтыра салады. Лифт қажет қабатқа жеткен кезде Анна ішке жүгіріп келеді. Ол тез әрекет етіп, екі ер адам таңғалып тұрған сәтте сағызды алып үлгереді. Анна қатты қуанып, сағыздан кілтті шығарып алады. Дәл осы сәтте күзетші оны байқап қалуға шақ түреді. Анна тез күзетшіге қоңырау шалды. Ол есікті ашқан сәтте Анна кілтті Лилияға лақтырып жібереді. Ал ары қарай